Енесіне у бермекші болған келін. Баяғыда бір сұлу бойжеткен жақсы көрген жігітіне тұрмысқа шығып, күйеуі және ата-енесімен бірге бір үйде тұрыпты. Сүйгенімен бас қосқаны қуанышты әрине, бірақ енесімен жұлдызы қарсы болыпты. Екеуінің көз қарасы екі түрлі. Бірі жас, екіншісі қарт. Осы және басқа да майда-шүйде себептердің салдарынан күннен күнге ұрыстары өрши бастайды. Жігіт болса, анасы мен әйелінің ортасында қалып, бақытсыз күн кешіп жатты. Жас келін күндердің бірінде бұлай болмайды деп, шарасын табу керек деп, іште енесінен құтылудың жолын ойлайды. Ойлана келіп, бұрыннан таныстығы бар шөптен дәрі жасайтын емшіге барады. Оған мән-жайды түсіндіріп, одан жәрдем сұрайды. Сонда емші оған әртүрлі шөптерден тұнба жасап береді. Бірақ енесіне у бергенін ешкім сезіктенбес үшін аз-аздан беруді келінге нұсқап жатады. Бұл тұнбаны 3 ай бойы күніге ененің тамағына аз мөлшерден араластырып беріп тұр. Және де ешкім күмәнданбас үшін енемен жақсы қарым-қатынаста бол, оның ең жақсы көретін дәмді тағамдарын жасап беріп тұр, деп қатаң ескертеді емші. Жас келін тұнбаны алып, қуанып үйіне оралады. Үйіне келгеннен кейін қария емшінің айтқандарын екі етпей орындайды келін. Күніге енесінің ең жақсы көрген асын әзірлеп, ішіне аз мөлшерде у қосып беріп отырады. Және де кейіннен күмән болмас үшін енесімен жақсы мәміледе болып жүреді. Біраз күннен кейін енесінің де көз қарасы өзгереді. Ол келіннің өзінің қызындай жақсы көріп кетеді. Бұрынғы келін мен ене арасындағы ұрыс-керіс сап тыйылып, бәрі бақытты болады. Уақыт өте келе келін өзін кінәлі сезіне бастайды. Содан қайтып емшіге барады. Емшіге барып, бұрынғы ісіне өкінетіндігін айтып, енді енесінің өлуін қаламайтындығын, сондықтан осы уақытқа дейін енесіне беріп келген удың әсерін қайтаратын у қайтарғыш дәрі жасап беруін сұрайды. Қарт емші етегі жасқа толып алдына қайта келіп отырған жас келінге қарап, қарқылдап күліп жібереді де былай дейді: "Уайымдама қызым, саған бергенім шын мәнінде у емес тұғын. Ол пайдалы дәруменді де қамтыған тұнба еді. Оны енеңе беруің арқылы қайта оны қуаттандыра түсті. Шынайы у ол енең мен сенің араңдағы болған нәрсе. Сен оған жақсы қарай бастағаннан соң, араларындағы дұшпандық у кетіп, оның орнына сүйіспеншілік пайда болды. Осылайша сендер келін мен ене емес, қызы мен анасы ретінде айналдыңдар" деген екен. Тыңдағандарыңызға рахмет. Бейнеге лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.